Бізде қазір сауда ботында тұрған кейбір қаражатты осы мамыр айының соңында жаңадан шыққан өнім бар, өтімділік майнингі деп, немесе кеңейтілген табыс, соған ауыстыруға болады. Бұл үшін мысалы мен активтерден сауда ботын таңдаймын. Осы жерде менде біраз сауда боты бар, қарап тұрсаң бәрі минуста тұр. Мысалы ең төменде тұрған LTC USDT-ді сол кеңейтілген табысқа ауыстырғым келеді. Ол үшін осының үстінен басамыз. Қарасаңыз $35 минусқа кетіпті. Енді алдымен тоқтату керек. Тоқтату батырмасын басамыз. Мына жерден сізден сұрайды, тоқтатқан кезде қалай бізге қайтару керек. Бірінші USDT, бұны таңдасаңыз, ол қазіргі бар LTC-ді қазіргі нарық бағасымен арзанға сатып жібереді, сөйтіп USDT-мен қайтарады. Ол тиімсіз. Сол үшін мынау екіншісін таңдаймыз. USDT қосылған USDT деген. Соны растау. Сәтті тоқтатылды дейді. Мына жерден кетеді. Енді осы біз жаңа сауда ботында тұрмыз ғой. Артқа шығамыз. Төменде оң жақтан санағанда екінші табыс. Соған басамыз. Соны осы табыста кеңейтілген табыс деген бар. Біз бұрын оңай ақшаны жіберіп көргенбіз, соның оң жағында кеңейтілген табыс. Соны таңдаймыз. Мына жерде жұптар әзірше екеуін көрсетіп тұр. Егер басқасы керек болса, мынау оңға қарай көрсеткені басып, осы жерден тізімнен таңдауға болады. Енді бізге керек LTC ғой, LTC USDT 139%-ға дейін деп тұр. Соны басамыз. Ішіне кіремізді қосу. Енді осы жерде таңдау бар. Қандай қаражат түрімен салым салғыңыз келеді. Егер сізде барлығы USDT болса, онда бірінші тек қана USDT таңдап, максты басы салуға болады. Содан кейін осы жерде менде қазір ол біріккен саудадан алайын деп тұр. Соны біріккен сауданың орнына қаржыландырып қою керек. Растау. Мен негізі қаржыландырудан ғана салғаным дұрыс, соны біріккен сауда, ол басқа нәрсеге қажет. Егер барлығы USDT-де тұрса, мені көріп тұрсаңыз, қаржыландыру шотында $9. Сумен ғана салу керек болса, онда USDT таңдайсыз. Ал біз жаңа ботты тоқтатқан кезде, естеріңізде болса, біз бұлай таңдадық. LTC қосу USDT таңдадық. Бұл жерде де LTC және USDT-ге қаражатымызды саламыз деп соны таңдауымыз керек. Мына жерде екі өріс бар. Жоғар жағында LTC, Max деймін. 1.29. Және астында 9 USDT, оны да Max деймін. Сонда мен боттан шыққан барлық қаражатымды осында салуға болады. Бірақ мына жерде қарап тұрсаңыз, USDT салу үшін ең төменгі сума $50 салуым керек дейді. Менде ол жоқ. Сол үшін, егер сізде де осындай қате шығатын болса, онда бізде негізгі қаражат LTC, тек қана LTC таңдаймыз. Сөйтіп Max дейміз. Содан кейін міне астында трек деген leverage дейді. Трек, былайша айтқанда, сіздің қаражат көлеміңізді, айналымды көбірек қылып жасағыңыз келсе, осы тректі таңдауыңызға болады. Бірақ бұл тректі таңдаған кезде жазулардың ең астынан қарасаңыз, ликвидация бағасы деген бар. Соған көңіл бөлу керек. Егер бірде тұрса, онда ликвидация бағасы жоқ. Сіздің қаражатыңыз ешқашан жойылмайды деген сөз. Мысалы, егер 2-ге қойсам, ликвидация бағасы өсіп келе жатыр. LTC-дің жағдайында, мысалы, қазір оныкі шамамен $47. Егер сол $47-ден $11-ға түсіп кетсе, онда сіз мына қаражатыңызды жоғалтасыз деген. Сол үшін бұл леверейджді көп таңдамаған дұрыс. Ең жоғары деген, мысалы, 5-ті таңдасаңыз болады. Жерде 29 деп тұр. Қауіпсіз
жасағыңыз келсе, онда менің ойымша 3 жетеді. Енді $20 оңайлықпен бара қоймас деп ойлаймын. Сонда мына жерде болжамдық жылдық табыс шамамен 59% болады екен. Немесе 4-ті таңдап көрсек те болатын шығар. Болжалды табыстық айына $367, жылына $79'да $5. Осыны таңдайық, әрі қарай қосу. Растау дейді. Тапсырыс өңделуде, соны көру үшін менің өтімділігімді көру. Осы жерде пайда болады.